Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Arap maqalında көз адамды қабірге, түйені қазанға түсіреді деп айтылғандай, көз тию немесе назарлану деген жайт бар. Бұл хақында Құран Кәрімде расында қарсы келгендер Құранды тыңдаған сәтте олар көздерімен ішіп жеп сені жазайды деп Қалам сүресінің 51-52 аяттарында айтылған. Аталмыш аят тәпсірінде Ибн Аббас пен Мужахид радиаллаху анху Аллах тағаланың қалауымен көз тию және оның зияны бар екендігін осы аят дәлелдеген екен. Көз тиюдің белгілері: көз тиіп ауырған адамның бойында әлсіздік байқалып және жүзінде сарғылт, қызғылт немесе қара дақ белгілері пайда болуы мүмкін. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам Умму Саламаның үйінде